Сәлеметсіздер ме, менің сүйікті көрермендерім. Мен бүгін сіздерге қырыққабаттан жеңіл жасай қоюға ыңғайлы салат дайындаймын. Әуелі осылай қырыққабатты кесіп аламыз. Жіңішкелеп, ұзыншалап кесіп аламыз. Жасай қоюға жеңіл, дәмді, витамин салат. Осындай ұзыншалап, жіңішкелеп тураймыз барлығын. Көп затты қажет етпейді қырыққабатпен сәбіз. Осылай бәрін турап аламыз. Енді ұсақтап сарымсағымызды тураймыз. Сарымсақты да ұсақтап турап аламын. Sarımsak salmasa da болады. Енді мен сәбізді ұзынша чөркіден өткіштен өткізіп атырым. Қырыққабат секілді ұзыншалау өткіштен өткізіп атырым. Енді жуамызды жіңішкелеп турап аламыз. Жуамызды қазір маймен, сарымсақпен қуырып аламыз. Сарымсақты да ұсақтап турап атырым қайтадан. Екеуін қазір майға қуырып алам. Қырыққабатымызға кішкене тұз салып жіберіп, әбден араластырып, кішкене жұмсарғанша араластырып аламыз. Суы шыққанша. Осындай болып шығады. Осыны енді қоя тұрамыз кішкене. Бұған дейін табамызға сұйық майымызды құйып, сарымсағымызбен жуамызды қуырамыз. Әбден қызарғанша.
Жуағын екеуін араластырып қуырып жатырмын. Осы қуырылған майымыз бен немізді салатымыздың үстіне құямыз. Мен кішкене жарты қасықтай мед салдым, бал. Азымыз бұрыш салдым, қара бұрыш. Енді осыны әбден араластырамыз. Салатым дайын. Әбден араластырамыз. Не болғанша. Сымызға салып қоямыз. Ас болсын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып қойыңыздар.